Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен түрік тоқаштары, симит, ачма және поча атты тәтті нандардың рецептімен бөлісетін боламын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен симит нанын дайындайтын боламыз. Симит наны сырты қытырлақ, іші жұмсақ және де күнжіттің дәмі ерекше болып шығып тұратын тәтті нандардың бірі. Бұл тоқаштардың толық рецептін видеоның астындағы описание бөлімінен көре аласыздар. Бұл тоқаш үшін бөлме температурасындағы сары майымызға дрожжды, тұзды және қантты жылы суымызды құйып, оның үстінен ұнымызды салып, жақсылап езіп отырып қамыр илейміз. Түріктердің қамыр илеу техникасы қамырды осылай ұзақ қолмен езіп, яғни толық иі қанғанша езіп илеу. Қамырды жақсылап илеп, жылы жерге бетін жауып 30-40 минутқа қалдырамыз. Келесі кезекте сироп дайындаймыз, яғни шәрбат. Бұл бізге симиттерді салып алғанға қажет. Ол үшін бір жұмыртқаның белогы және де 2 ас қасық балды осылай жақсылап араластырамыз. Үстіне су құйып, барлығын толық ерігенше араластырып дайындап қоямыз. Одан кейін күнжітімізді қызып тұрған табада қоңыр түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Біздің қамырымыз осылай әдемі болып көтерілді. Қамырды алып, 1-ден 4 бөлікке бөлеміз, теңдей етіп. Қамырларымызды осы видеода көрсетілгендей шиыршықтап созамыз. Одан кейін 2 ұшын біріктіріп, 2 қамырды қабаттап, осылай шиыршықтап ораймыз және де ашылып кетпес үшін 2 жағын жақсылап ұстатамыз. Одан кейін шәрбатымызға батырамыз жақсылап, толық барлық жері шәрбатқа сіңу қажет. Осылай батырып алғаннан кейін күнжітімізға аунатып аламыз да табамызға қойып пісуге дайындаймыз. Симит тоқаштары алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минутта піседі. Міне біздің тоқаштарымыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте әдемі көтеріліп, дәмді тоқаштар шықты. Енді келесі кезекте ачма тоқашын дайындаймыз. Бұл тоқаш балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Бұның ішінде нутелла бар. Ачма тоқашының қамыры үшін алдымен құрғақ заттарды араластырып аламыз. ұн, дрожж, қант, май, тұз, сливочный май және де шемішке майы, сұйық майды қосамыз, оның үстіне суымызды құйып, жақсылап езіп отырып қамыр илейміз. Бұл тоқаштың да қамырын ұзақ езген өте жақсы болып шығады қамыр. Яғни түріктердің ең басты техникасы қамырды осылай қолмен жақсылап езіп илеу. 10-15 минутта илесеңіз де болады. Жақсылап иленген қамырымыздың бетін жауып, 30-40 минутқа жылы жерге қоямыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай қамырымыз 2 есе көтерілді. Қамырымызды алып, бөліктерге бөлеміз. Мен теңдей 4 бөлікке бөлдім қамырды. Бұл рецептпен көбірек жасағыңыз келсе, 2 еселеп, 3 еселеп жасай беруге болады. Мен бір порциялық рецептпен жасап көрсетіп жатырмын. Қамырды осылай бөлікке бөлгеннен кейін өте жұқа етпей оқтаумен жайып аламыз. Және де ортасына кез келген начинка қолдануға болады. Вареная сгущенка немесе осындай жаңғақ пастасы мен нутелланы қолдандым. Өстіп орап аламыз, орама орағандай және де аз-аз созып жібереміз. Көп созудың қажеті жоқ. 2 жағын осылай біріктіреміз, 2 ұшын ашылып кетпес үшін. Дайын болғаннан кейін беттеріне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған алдын ала 180 градустағы пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз.
Көріп тұрғандарыңыздай біздің тоқаштарымыз осылай өте әдемі болып пісіп шықты. Енді келесі кезекте түрік халқының өте ерекше тоқашының бірі маялы поча тоқашын дайындаймыз. Бұл тоқаш өзінің қамырымен ерекшеленеді, көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шығады. Бұл тоқаш үшін алдымен құрғақ ингредиенттерімізді саламыз. Қант, ұн, дрож, тұз және оның үстіне осыларды біркелкі араластырып алғаннан кейін осының үстіне суымызды құямыз, жұмыртқамызды саламыз және де сұйық майымызды құйып, жақсылап езіп отырып біркелкі қамыр шығарамыз. Яғни бұл жерде де пайдаланатын техника көп қолмен езу және де осылай езіп алғаннан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, жақсылап араласқанша осылай қамыр илейміз. Қаншалықты көп илесеңіз, қамырыңыз солай әдемі болып шығады. Қатты болып көрінгенмен пісу барысында ол өте жұмсақ қамыр болып шығады. Егер қамыр қолыңызға жабысып жатса, ұн салуға болады. Жақсылап иленген қамырымыздың бетін жауып, 30 минутқа жылы жерге қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгенше ортасына салатын начинкамызды дайындаймыз, яғни салмамызды. Ол үшін бізге творожный сыр қажет және де қант ұнтағы қажет. Бұның орнына тек қана творогты қантпен қолдансаңыз да болады. Екеуін жақсылап араластырып езіп аламыз. Біркелкі масса болғанда дайын болады. Біздің поча тоқашымыздың қамыры осылай дайын болды. Көтерілді екесе. Енді қамырымызды өзімізге қажетті бөліктерге бөлеміз. Мен кішілеу етіп осындай 6 бөлікке бөлдім. Енді әр бөлігімізді видеода көрсетілгендей етіп өте жұқа емес, орташа қылып жайып, ортасына салмасын саламыз да, кәдімгі бәліш түйгендей етіп түйіп аламыз, пирожки жасағандай етіп. Және де оны ең соңында форма беретін боламыз. Барлығын алдымен осылай домалақтап, пирожки сияқты форма жасап шығарамыз. Ең соңында бұл тоқаштарымызға осылай қолымызбен ортасынан әдемілеп осылай бөлік жасаймыз. Яғни бұл пісу барысында өте әдемі көрік беретін болады. Қолымызбен барынша батырып осындай белгі саламыз. Енді дайын болған тоқаштардың бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағып шығамыз. Бұл тоқаштар алдын ала қызып тұрған 170-180 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Пісіру барысы өзіңіздің пешіңізге байланысты. Достар, міне біздің поча тоқаштарымыз да дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай көтеріліп өте әдемі болып пісіп шықты. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет, ас болсын.